Халел Ғапбасов, Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, публицист, физик, математик. Алаш үні Сарыарқа газеттерінің негізін қалаушылардың бірі. 1910-1915 жылдары Мәскеу университетінде оқыған. 1918 жылы Алаш автономиясын құру туралы Сталинмен телеграф арқылы келіссөз жүргізеді. Халел Ғапбасов Алашорда үкіметінің мүшелігіне Семей облысынан сайланған. 1924 жылы Абайдың қайтыс болғанына 20 жыл толуына байланысты Семейде өткізілген жиында баяндама жасайды. 1930 жылы қуғынға ұшырап, Абайдың баласы Тұрағұлмен бірге жер аударылды. Халел Ғапбасов 1931 жылы Мәскеу түрмесінде атылған.